Алғашқы функция және анықталмаған интеграл тақырыбын қайталайық. Сабақтың мақсаты интеграл ұғымымен танысып, интегралдың қасиеттерін есеп шығару барысында қолдану. Интегралдың анықтамасы. Кіші fx функциясының алғашқы функцияларының жалпы түрін, яғни үлкен fx қосу c өрнегін, осы функцияның анықталмаған интегралы деп атайды. Алғашқы функцияға ұқсас, ешқандай айырмашылығы жоқ. Жазылу үлгісі. Бұл анықталмаған интегралды табу формуласы болып табылады. Мұндағы мына таңба интеграл белгісі, fx интеграл таңбасының ішіндегі функция, fx dx интеграл таңбасының ішіндегі өрнек. Ал x интегралдау айнымалысы. Анықталмаған интегралды табу кестесі. Алғашқы функциямен айырмашылық жоқ болғандықтан, бұл кесте сол кестеге ұқсас. Анықталмаған интегралдың қасиеттерімен таныс болайық. Жалпы үш қасиет бар. Бірінші, интеграл таңбасының ішінде екі функцияның қосындысы берілген. Бұндай жағдайда біз әрбір функцияның жеке интегралын табамыз. Екінші қасиет. Интеграл таңбасының ішінде функция және оның коэффициенті берілген. Ондай жағдайда коэффициентті интеграл таңбасының сыртына шығарып, функцияның интегралын жеке табамыз. Үшінші қасиет. Күрделі функция. Күрделі функцияның ішінде x айнымалысының алдында коэффициент бар. Бұндай коэффициент интеграл табу кезінде кері сан болып жазылады, және функцияның өзінің алғашқы функциясы табылады. Осы барлық қасиеттерді мысал ретінде қарастырамыз. Бірінші мысал. Интеграл 3x квадрат қосу синус x dx. Шешуі. Бірінші қасиетті қолданайық. Бірінші қасиет бойынша біз әрбір алгебралық қосылғыштың интегралын жеке табуымыз қажет. Интеграл 3x квадрат dx қосу интеграл синус x dx. 3x квадраттың алғашқы интегралын табу үшін екінші қасиетке сүйенеміз. Екінші қасиет бойынша 3 деген коэффициент бөлек коэффициент түрінде жазылып, өзгеріссіз, ал x квадраттың интегралын табу үшін біз кестедегі мына формулаға сүйенеміз. 3x квадрат қосу 1 бөлінген 2 қосу 1. Келесі. Синус x-тің интегралы минус косинус x. Плюс таңба минус таңбаға өзгерді. Себебі формула бойынша косинустың алдында минус. Қосу тұрақты шама c константа. Өрнекті ықшамдайық. 2 қосу 1 3-ке тең. Және де 3 пен 3-ті қысқартсақ, бізде осындай жауап шығады. X куб минус косинус x қосу c. Бұл бастапқы функцияның алғашқы функциясы болып табылады.
Екінші мысал. Анықталмаған интегралдың бастапқы екі қасиетін қолдандық. Енді үшінші қасиетті қарастырып жіберейік. Үш алгебралық қосылғыштар әрқайсының жеке интегралын табамыз. Косинус 2х-ның интегралы, косинус 2х ол күрделі функция болғандықтан, оны үшінші қасиет бойынша қарастырамыз. Үшінші қасиет еске түсіріп кетейік. Х-тың алдындағы коэффициент функцияның алдына кері сан болып жазылуы қажет. 1 бөлінген k. Біздің жағдайда k-ның орнында 2 жазылған. Сондықтан біз алдымен 2-ден 1-ді жазамыз. Содан кейін косинустың интегралын табамыз. Кесте бойынша косинустың интегралы синус. Аргумент 2х өзгеріссіз қалады. Келесі. 4 бөлінген түбірасты 5х минус 3 dx. Бұны бөлек жазып тауып көрейік. 4 деген коэффициент интегралдың алдына шығады. Бұл екінші қасиет. 1 бөлінген түбірасты 5х минус 3 осы формуламен табылады. Бұл функцияның өзі күрделі функция. Себебі х-ның алдында 5 саны жазылған. Яғни 5 коэффициентті 5-тен 1 болып шығады. Кері сан болып. Ал функцияның өзі 2 түбірасты х. Х-ның орнында бізде 5х минус 3 жазылған. Сондықтан біз 2 түбірасында 5х минус 3 түрінде жазуымыз қажет. Коэффициенттерді көбейтіп шығайық. 4 көбейту 5-тен 1 көбейту 2. 1,6. Есептің жауабына жазайық. Қосу 1,6 түбірасты 5х минус 3. Соңғы 2 саны қалды. Өткен сабақта осындай функцияның біз алғашқы функциясын тапқан болатынбыз. Ол болады минус 2х. Қосу тұрақты шама. Екінші мысалдың жауабы осы өрнек.